Егер бізден біреу сен кімнің үмметінен боласың деп сұраса, біз айтамыз, біз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмметінен боламыз дейміз. Алайда пайғамбарымыздың үмметі болуға біз лайықпыз ба, бауырлар? Біз қаншалықты пайғамбарымызға жақынбыз? Біз қаншалықты пайғамбарымызды жақсы көреміз? Жалпы пайғамбарды жақсы көру деген не нәрсе өзі? Пайғамбарымызды жақсы көру дегеніміз пайғамбарымыздың сүннетімен жүруіміз, пайғамбарымыздың өмірбаянын білуіміз. Әрбір ісімізде пайғамбарымыз бұл жағдайда қалай істер еді деп, соған сәйкесінше өмірімізді түзеуіміз, құрметті бауырлар. Өкінішке орай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында егер сұралсақ, бізде бар мәлімет өте аз да. Пайғамбарымызға ол Құран түскен дейміз, пайғамбарымызға осы 23 жыл бойы пайғамбарлық құрған дейміз. Әртүрлі қысқа бір мәліметтер ғана да негізінде. Бірақ керісінше анау бір әншінің өмірбаянын сұрайтын болсақ, немесе анау бір әртүрлі актерлардың егер өмірбаянын сұрайтын болса, бәрін тәптіштеп тұрып айтып береміз да, осылайда болған, осылай деп. Тіпті киген киімі, қандай маркада киім киеді, қайда барады, жалпы бүгін не істеді таңертең, қандай жазба қалдырды, Твиттерда, әртүрлі әлеуметтік жерлерде, баршасын біз қадағалап отырамыз да. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін, пайғамбарымыздың сүннетін, айтқан сөздеріне біз құлақ асуымыз шамалы. Сонымен біздің өміріміз қаншалықты пайғамбарымыздың өмірімен сабақтас, жақын. Әлбетте біз пайғамбарымыз секілді бола алмаймыз, бірақ пайғамбарымыз секілді болуға тырысуымыз керек, құрметті бауырлар. Пайғамбарымыз өзінің жанұясына қандай болған, біз қандаймыз? Пайғамбарымыздың хадисінде келеді, сендердің хайырларың дейді, жанұясына хайырлы болғандарың дейді. Біз соңғы мәрте қашан біз өзіміздің жұбайымызға жылы сөздер айттық? Қашан біз еркелеттік? Өкінішке орай, сол үйленудің алғашқы 1 жылы, 2 жылы болар. Одан кейін жылы сөзді де азайттық. Оған қатысты ілтипатты да, көңіл бөлуді азайттық, өкінішке орай. Бірақ пайғамбарымыз ондай болмаған. Пайғамбарымыз әрдайым өзінің жылы сөздерін аямаған. Тіпті хадисте келеді, тіпті жылы сөздің өзі бір садақа дейді. Пайғамбарымыз өзінің жұбайларына осы жылы сөз сөйлеу арқылы әрдайым күнделікте пайғамбарымыз сыйлаған. Өзінің Айша анамызға Айш деп, немесе Әбу Бәкірдің қызы деп, немесе қызғылтым деген секілді әртүрлі аттармен еркелеткен. Біз солай еркелете алдық өзіміздің жұбайларымызға. Пайғамбарымыз еш уақытта әйелдің жұмысын, еркектің жұмысы деп бөлмеген пайғамбарымыз. Біз өкінішке орай біз шалқаямыз да, бұл еркектің жұмысы деп, еркектің жұмысы емес деп. Пайғамбарымыз өзінің киімін өзі жамаған, ешкімді сауған күндер болған, үйдің ішінде қызметті, үйдің ішіндегі істерді істеуге ешқашан тайынбаған, арланбаған пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз сонымен қатар өзінің жалпы бала-шағаға деген қарым-қатынасы қандай болған? Бірде пайғамбарымызға бір адам келіп, пайғамбарымыздың өзінің немерелерін құшақтап сүйіп жатқан көреді. Сол кезде айтады, сіз де баланы сүйеді екенсіз ғой дейді. Мен өмірімде баланы иіскеп сүйген емеспін дейді. Сол кезде пайғамбарымыз ұнатпаған күйде әлгі адамға, енді мен не істейін дейді, сенің егер жүрегіңнен егер Алла тағала мейірімділікті алып қойса дейді. Қараңыз да, пайғамбарымыздың балаларға деген мейірімділігі. Пайғамбарымыздың өзінің қызметшілеріне қалай қараған? Біз кей кезде біздер өзіміз бір мансапқа, бір уақытша бір мансапқа егер қол жеткізіп жатсақ, айналамыздағы адамдарға қырқиды айтеміз. Пайғамбарымыз еш уақытта өзінің қарамағындағы өзінің қызметшілеріне пайғамбарымыз еш уақытта дауыс көтеріп сөйлеген емес. Пайғамбарымыздың қызметінде 10 жыл бойы анасы есімді сахаба қызмет жасайды. Сол кезде анасының айтқан сөзі, 10 жыл бойы пайғамбарымызға қызмет жасадым дейді. Бірақ бір мәрте болсын маған дауыс көтеріп сөйлеген емес дейді. Дауыс көтеріп сөйлеу жөнінде пайғамбарымыз. Жаңа басында жанұя жайында айтып өттік қой, пайғамбарымыз хадисінде, пайғамбарымыз дауыс көтеріп қол көтермек түгілі пайғамбарымыз еш уақытта пайғамбарымыз дауысты көтермеген де өзінің әйелдеріне, өзінің қызметшілеріне. Қараңыз, қандай болған пайғамбарымыз. Ал біз қандаймыз? Пайғамбарымыз адамдардың ішіндегі ең әділ болған.
еш уақытта мынау кедей мынау бай деп еш уақытта бөлмеген. Кедейді шақырса барған, бай да шақырса барған. Тіпті мынау пайғамбарымыз хадисінде келеді, маған дейді құр ненің қойдың сирағын егер маған бір сыйлық ретінде әкелсе, немесе оған мен қонақ ретінде шақырылса, мен барам дейді, ешқашан мен бас тартпаймын дейді. Пайғамбарымыз сонымен қатар өте кешірімді болған. Бізде сондай кешірімділік бар ма, бауырлар? Өкінішке орай біздер тәкаппарланамыз да. Пайғамбарымыз хадисінде келеді, егер кім егер мұсылмандар бір-біріне ұрысып қалса дейді, келіспей қалса, 3 күннен артық ұрыспайды дейді. Егер кім бірінші барып кешірім сұраса, сол бірінші жәннатқа кіреді деген екен. Біз сол бойымыздағы тәкаппарлықты, менмендікті жеңе алдық па, бауырлар? Жоқ, өзі барып кешірім сұрасын деп біз тұрып аламыз. Бірақ ойлаңызшы, қанша егер әр ренішті егер сіз бойыңызға, жүрегіңізге сақтай берсеңіз, сіздің жағдайыңыз не болады, құрметті бауырым? Сол үшін мұсылманның сипаты ренішті жүрегіне сақтамайды. Әрдайым пайғамбарымыз оны кешіріп отырған, кешіру арқылы жүрегін әрдайым босатып отырған. Пайғамбарымыз құлшылық ғибадатын қалай орындайтын? Пайғамбарымыздың бүкіл күнәлары кешіріліп қойса да, пайғамбарымыз түні бойы намаз оқитын. Әрдайым нәпіл ораза тастамайтын пайғамбарымыз. Құлшылығы солай болатын. Тіпті Айша анамыз бірде жылап пайғамбарымызға, я Расулалла, сіздің бүкіл күнәларыңыз кешірілген жоқ па? Неге сіз өзіңізді осылай қинайсыз деген кезде пайғамбарымыз айтқан екен, мен шүкір етуші құлдардан болмаймын ба деп. Пайғамбарымыздың парасаттылығы, пайғамбарымыздың батырлығы, пайғамбарымыздың тіпті сөйлеуі, пайғамбарымыз сөйлеген кезде асықпай бөліп сөйлейтін. Пайғамбарымыз еш уақытта аузынан өтірік сөз шығармайтын. Ғайбат, өсек, біреуді орынсыз мақтау, орынсыз жаңағыдай әзілдеу, пайғамбарымызда ондай нәрсе еш уақытта байқалмайтын. Пайғамбарымыз әр сөз сөйлеген кезде адам жаттап алатындай, сондай өте ғибратты, өте нақты, өте қысқа сөйлейтін пайғамбарымыз. Сол себептен біздің заманға дейін қаншама мыңдаған хадистер жаттау арқылы келді. Өйткені пайғамбарымыздың сөзіне деген махаббат болған. Егер қарап отырсақ, көп жағдайда, көп компоненттерде біздің өміріміздің, жалпы пайғамбарымыздың өмірімен сәйкессіздік байқалады, бірақ біз өзімізді сонда толық бір мұсылман ретінде санаймыз. Толық жаңағыдай өзіміз кеудемізді қағамыз, біз пайғамбарымыздың үмметінен боламыз деп. Бірақ көп жағдайда біздің біздің жағдаймен пайғамбарымыздың несі сәйкеспей жатады. Пайғамбарымыз адамдардың ішінде ең бір қарапайым болған. Отырған отырысы мүлдем адам жай қарапайым адамдардан ерекшеленбейтін пайғамбарымыз. Алла тағала баршамызға пайғамбарымызға лайықты үммет болуға нәсіп етсін иншалла. Пайғамбарымыздың өмірбаянын көбірек оқиық. Пайғамбарымызды таниық. Пайғамбарымызды білсек иншалла, әрбір әрекетімізді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның өміріне сай, пайғамбарымыздың әрекетіне сай егер әрбір өмірімізді соған тізбектеп, соған өрнектесек иншалла, өміріміз мүлдем басқаша болады. Алла тағала өзіңе сүйікті қыл, пайғамбарымызға сүйікті үммет болуға нәсіп етсін.